Қадірменді тыңдармандар, бұл дұрыс сөйлейік атты қазақ ауызша сөз мәдениеті бойынша бағдарламалар циклы. Біздің студиямыздың қонағын естеріңізге сала кетейін. Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты директорының орынбасары, филология ғылымдарының кандидаты Фазылжан Анар Мұратқызы. Анар ханым, келесі сауалымыз сөз бедері жайлы болмақ. Сол жайлы тарқатып айтып берсеңіз. Сөз бедері туралы айтамыз, және осы сөйлеу стиліне тән сөз бедеріне де тоқталып өтсек. Ең алдымен сөз бедері дегенде біз бұл терминді профессор Нұргелді Уәлиевтің жақсы қолданып толық мағынасын ашқан естеріңізге сала кеткіміз келеді. Ол тілдің қарым-қатынастағы формаларына байланысты тілдік бірліктерді талдаудың, қолданудың ерекшелігіне қатысты ұғым сөз бедері деген. Мысалы, қараңыз, біз айттық, кітаби тіл болады дедік, сосын сөйлеу тілі болады дедік. Сөйлеу тілі өзі ауызша формада ғана тұрмыстық қарым-қатынаста өмір сүрсе, ал кітаби тіл 4 түрлі стильдік тармақта өмір сүреді. Ол ғылыми, көркем әдебиет, публицистика, ресми қатынас дедік. Осы әрбір стиль белгілі бір жағдаяттарға, қарым-қатынастарға байланысты қалыптасады. Сол стильде сіз сөйлеуге тура келеді. Жаңағы қарым-қатынасқа түсіп қалсаңыз, мысалы, сіз сотқа барсаңыз, сіз ресми қарым-қатынасқа түсесіз, және соның ішіндегі жаңағы кітаби тілді қолдануға тура келеді, және ресми қатынас стилін пайдаланасыз. Енді осы ресми қатынас стилінің өзіне тән белгілердің бәрін жинаған кезде ресми стилдің бедері шығады. Дәл солай ғылыми стилдің бедері шығады. Дәл өзіне тән ерекшеліктерді жинаған, сөзіне тән ерекшеліктерді жинаған кезде. Ал енді сөйлеу стилінің бедеріне ерекшелік тоқталатын себебіміз, біздің жалпы бағдарламамыз дұрыс сөйлейік деп аталады. Ауызша сөз мәдениетіне қатысты. Сондықтан біз сөйлеу стилінің бедеріне ерекше тоқталуымыз керек. Ал енді сөйлеу стилінің бедеріне тіпті бұған дейінгі қаншама айтылған мысалдардың өзі қазір соның бедері қандай болатынынан хабар береді. Ең алдымен айттық, сөйлеу тілі бейресми қарым-қатынаста, екеуара ара сөзде жүзеге асады дедік. Сондықтан онда көп еркіндіктерге жол беріледі. Мысалы, сөйлеу стилінің бедерінің басқа стильдердің бедерінен ерекшелігі, онда біз қандай сөзді айтуымыз керек, осы ойым түсініксіз болып қалады-ау, немесе осы бір ұғымды білдіретін термин қандай еді деп ойланып отырмаймыз. Өйткені бұл еркін қарым-қатынас болсын, біз соған қатысты өзіміздің ойымызды еркін жеткізе береміз. Енді бедеріне келгенде қараңыз, мысалы, сіз егер күнде көріп жүрген көршіңізбен сөйлессеңіз, ол кісімен сіз амандасқан кезде тіпті кейде қалжыңдасуыңызға да болады, ой, жездеке, қалыңыз қалай деп айтуыңыз мүмкін. Ол сізге қара бала деген сияқты қолданыстарды қолданып, мысалы, деген одағайын қолдану мүмкін. Охо, өзіңіз жасарып кетіпсіз ғой деген сияқты қолданыстар, құлпырып тұрсыз деген сияқты әртүрлі қолданыстарды қолдана бересіз. Бұл жерде ойланып жатпайсыз, сондықтан осы сіздің екеуіңіздің сөзіңізді сырттан аңдып тұрған адам сіздің екеуіңіздің сөзінің бедеріне қарап, бұл кісілер жақын таныстар, бұл кісілер жылы қатынаста, сондықтан осындай еркіндіктерге жол береді деп анықтайды. Міне, сөз бедері дегенде осындай ақпаратта айырмашылықтарын көрсетуге болады. Анар ханым, маған мынандай бір ой туып тұр. Дәл осы жерде, дәл қазір біздердің тыңдармандарымызға түсінікті болу үшін сізбен сөйлеу бедері аясында бір диалог құрып көрсек. Қалай қарайсыз? Өте дұрыс, Самат, сөйлеу стилінің бедерін көрсету үшін, өте жақсы идея екен. Онда бастайық. Сіз бастаңыз. Мысалы, сен менің інім болсаң, онда мен саған інішек бергек петші. Жақсы, не болды? Ана, кеше Құнанбайға бардың ба? Құнанбайға барғам. Таласбек керемет түсірген, Ұнады маған. Ой, ұнағаның не, ән жерде қорсылдап жылап отырдық қой. Кейбір көріністері тіпті керемет әсер етеді екен. Құнанбай деген түсінбей қаппын фильмді. Құнанбай деген фильм. Міне, бұл сөйлеу стилінің бедерінен көп ақпарат беретін диалог болды, Самат? Құнанбай деп отырғанымыз Құнанбай деген фильм, Таласбек деп отырғанымыз оның сценарийін жазған Таласбек Асемқұлов ағамыз марқұм, иманды болсын. Осы жерде міне осындай сөйлеу стилінен ғана қатысты, немесе інішек деп айттым мен саған.
осы рахмет. Көп рахмет, Анар ханым, біздің тыңдармандарға осы бір мысалдан кейін ұғынықты болды деп ойлаймыз. Көп рахмет. Вики білім қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы, 2015 жыл.